оқушылар, берілген суреттерге мұқият қарай отырып, сіздерге келген идеяны комментарияға жазсаңыздар. Қалай ойлайсыздар, бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай? Міне, аталғандай, бүгінгі Абай жолы романы туралы айтылған пікірлерге талдау жасайық. Мен қазақтар туралы бұрын ешқашан естіген емеспін. Ал енді жуырда ғана Мұхтар Әуезовтің ағылшын тіліне аударылған ғажайып кітабын оқып шыққаннан кейін бұл халықты білетін болдым. Мен шын көңіліммен сіздердің бақытты халқыңызға қызығамын. Бенджамин Маттип. Жазушы және филолог Мұхтар Әуезов тамаша кітап жазумен қатар бізге белгісіз жаңа әлемді ашты, дейді Герберт Кремпин. Мен Абай жолын 4-ші рет қайталап оқығанымда ғана барып түсіндім, дейді. Абайды Абай еткен Мұхтар ғана, Мұхтарды Мұхтар еткен Абай дана, қалайша бас емессің оған сірә. Берілген айтылған пікірлерге мұқият тыңдайық. Мұхтар Әуезовтың Абайы бұл нағыз роман. Басқаша айтқанда, өмірдің тұтас қыртыстарын қопарған, тұрмыстың, адамдар арасындағы құштарлықтың, махаббат пен өшпенділіктің айқын бояулары картиналарын жасаған және ең бастысы есте қаларлық жарқын образдар арқылы халық тарихының өмірлік процестерін жинақтаған құлашы кең кітап. Бұл романды мен соншалықты рахаттанып аудардым. Образдарының беделділігі мен әсемдігі, тілінің айқындығы мен бояуы терең поэтикалық сезім, осының бәрі қажетті сөздерді сарғая іздеуге мәжбүр ете тұрса да қуанышты болды. Мені тағдыры өзіме көптеп жақын да қымбат болып кеткен қазақ әдебиетіне деген мақтаныш сезімі билеп алды, дейді Леонид. Мен оның шығармаларын туған еліме таныстырушы болуды өзіме үлкен абырой санаймын. Эпикалық роман Абай менің ойымша 20 ғасырдағы ең үздік шығармалардың бірі. Бұл роман оқушыға қызықты қиял мен өрен ой өлкесін кездіріп, талай терең толғаныстар тудырады. Бұл шығарма совет әдебиеті туындыларының маңдай легінен орын алады деу аздық қылады. Әлемнің басқа елдерінде де онымен тең түсетін шығарманы табу қиын, дейді Луи Арагон. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты көркем шығарманың мазмұны мен пішіні. Әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы көтерілген ғаламдық мәселелерді терең түсіну сабақтың мақсаты. Бағалау критерийі. Әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысына талдау жасайды. Әдеби шығармада көтерілген ғаламдық мәселелерді терең түсінеді. Біздің бөліміміз ғасырлық туынды деп аталады. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романының бірінші кітабы. Қайтқанда, Қатқабатта, Шытырманда, Белбелесте, Өрде, Қияда атты бөлімде тараулардан тұрады. Екінші кітабы Тайғақта, Жайлауда, Еңісте, Оқапта, Асуда, Тарауда, Биікте. Үшінші кітаптың Абай аға, Кек жолында, Қарашығын, Өкініште, Қақтығыста, Қоршауда атты тараулардан тұрады. Төртінші кітабы Түн түнекте, Құз қияда, Қапада, Қастықта, Шайқаста, Жұтта деп аталады. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, Абай жолы романы 4 томнан тұрады.
Бірінші, Абай жолы романының жазылу тарихына тоқталып өтейік. Міне, қайтқанда, қатқабатта, жолда, шытырманда, белбелесте, өрде, қияда деген бұл әр бөлімнің атаулары. Осыны бір-бірін жалғап, бір саты етсек, қат-қабат, шытырмандар арқылы белбелеске, өрге, қияға келе жатқан Абайды көресің. Бұл үздіксіз өсіп келе жатқан Абайдың жолы. Сонымен бірге бұл Құнанбайдың да баспалдақтары. Яғни Абай Құнанбайдың мектебінен өткендігін білдіреді. Абай жолы романы 1942 жылы бірінші томы жарық көрді, және де екінші томы 1947 жылы жарық көрді. 49 жылы КСР мемлекеттік сыйлығы берілді. Үшінші томы 1952 жылы, және де 56 жылы 4-ші томы жарық көрді. 1959 жылы, яғни барлық томы жарық көріп болғаннан соң, 3 жылдан соң Лениндік сыйлыққа ие болды. Осы мәліметтер негізінде ғаламтор көздерінен Абай жолы романының жазылу тарихына ерекше тоқталыңыздар. Ал енді бірінші тапсырма. Қайтқанда тарауының бірінші бөлімі бойынша шығарманың сюжеттік композициялық құрылысына Цицерон тәсілімен талдау жасау. Яғни қайтқанда тарауының бірінші бөлімін жұп ара өзара оқисыздар, және де жұп ара Цицерон тәсілімен талдау жасайсыздар. Тарау мазмұнын еске түсіресіздер. Мәселен, Есенбай жырасындағы бала Абайдың қылығы, елге деген сағыныш, әке сынағы, сағына қауышқан Абай мен аналары, Абай емі, үлкендер жиынына алғаш қатысқан Абай, сотқар Оспанның әрекеті. Осыған секілді, бұл тараудың бірінші бөлімін сіздер қалай түсіндіңіздер, қандай негізгі сөздер ұсынасыздар? Дескриптор әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысына талдау жасау. Оқушылар, сіздерге топтық жұмыс. Берілген үзінділерден шығармадағы көтерілген ғаламдық мәселелерді, көтерілген ұлттық мәселелерді анықтау. Берілген 4 үзінді. Бірінші мұқият оқып алайық. Осы қыстауға қонғаннан бері кеш сайын Абай ешкімге білдірмей, елеусіз ғана әжесімен оңаша қалады. Неге қалатынын әжесіне де айтпайды. Жалғыз-ақ кеш батып, қораға мал келетін уақытта қалғанда, кіші шешесі Айғыздың үйіне барып, мына кішкене қарындасы Кәмшатты көтеріп, еркелетіп ойнап жүреді де, ақырында әжесіне әкеп береді. Абайдың әжесімен оңаша қалуы және Кәмшатты әжесіне алып келуінің сыры неде? Осы сұраққа жұп бойынша талқылайық. Екінші үзінді. Балам, үлкендер бірде тату, бірде араз бола беретін. Күндестің күлі де күндес дегенді сен білмей ақ қой. Бөжекеңді көрген жерде сәлеміңді түзу бер. Бір кезде жақсы жақының еді. Кім тентек, кім мақұл? Қайдан білдің? Әкең дұшпан десе, сен әділ бол. Жамандыққа кім табылмайды дейсің? Жанашырдан айырылма дейді. Анасының сөзінен Абай не түйді? Айтылған ақылдың Абай әрекетіне қатысы болды ма? Негізгі сұрақтарыңыз. Үшінші үзінді. Кішіреймейсің, кешірметесің, ақ көңілің мүлде ағарсын. Үшінші абзац. Кішіреймейсің, кешірметесің,
ақ көңілің мүлде ағарсын. Мұның да бір құнанбайлылығың болсын. Игі жұмыс үстінде кірбеңнен арылам дегенің болсын. Ана бөжей ағайыныңды жау қып жатқа жіберме. Бауыр қып қасыңа тарт. Татуласушы бол, деді. Алшынбайдың ақылы Құнанбай беделін ойлау ма? Әлде туысқандар арасындағы татулықты орнатуға бағытталған ба? Сұраққа кең, ауқымды жауап берейік. 4-ші үзінді. Танымыда өзгешелеу болды білем. Араларың болса алыс. Қыз алысып, құда болсыңдар дер едік. Ағайынсың, жақынсың, бірақ сол жақындығың қайта жаңғырсын. Екеуің балалысыңдар. Бөжей Құнанбайдан бала ауысып, бауырына салсын. Сөйтіп, иістерің аралассын, десті. Алшынбай шешімі Абайға қалай әсер етті? Қабылданған шешімге көзқарасыңыз қандай? Осы аталған сұрақтарға дескриптор негізінде жауап берейік. Әдеби шығармадағы көтерілген ғаламдық мәселелерді терең түсінеді және үзінділерді түсініп оқиды. Топтық жұмысты қорғайсыздар. Кері байланыс. Шығарма неліктен Абай жолы деп аталған? Сұраққа барынша кең, толық жауап берейік. Үйге тапсырма. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясының бірінші кітабын оқу.